Бауырсақ ертегіні айтып беремін. Ертеде ата мен әже өмір сүріпті. Бір күні ата әжеден сұрайды: әже, бауырсақты ысыршы. Әже бауырсақты ысыреді деп әйнек алдына қояды. Ата мен әже кетіп қалған соң бауырсақ көзін ашып далаға шығады. Ол домалап қоянды кездестіреді. Қоян айтады бауырсаққа: бауырсақ, мен сені жеймін. Бауырсақ айтады: жеймін мені, мен саған ән айтып беремін. Мен атадан қашып кеттім, әжеден қашып кеттім, сенен де қоян қашып кетем. Әнді айтып бауырсақ домалап сыр қасқырды кездестіреді. Қасқыр айтады: бауырсақ, мен сені жеймін. Бауырсақ айтады: жеймін мені, мен саған ән айтып беремін. Мен атадан қашып кеттім, әжеден қашып кеттім, қояннан қашып кеттім, сенен де сыр қасқыр қашып кетем. Бауырсақ домалап аюды кездестіреді. Аю айтады: бауырсақ, мен сені жеймін. Бауырсақ айтады: жеме мені аю, мен саған ән айтып беремін. Мен атадан қашып кеттім, әжеден қашып кеттім, қояннан қашып кеттім, қасқырдан қашып кеттім, сенен де аю қашып кетем. Домалап бауырсақ түлкіні кездестіреді. Түлкі бауырсаққа айтады: қандай әдемі бауырсақ, әнді де жақсы айтатын шығар. Бауырсақ айтады: иә. Сосын әнді айтады: атадан қашып кеттім, әжеден қашып кеттім, қояннан қашып кеттім, қасқырдан қашып кеттім, аюдан қашып кеттім, сенен де сұр түлкі қашып кетем. Түлкі айтады: мен қартпын, менің мұрныма отырып, әнді тағы да бір рет айтшы. Бауырсақ шошып түлкінің мұрнына отырады. Бауырсақ әнді айтқан кезде түлкі оны жеп қояды. Балалар, мен сендерге кітапты оқыңдар деп айтамын.